Ілияс Есенберлин. Ғашықтар. Екінші бөлім. Ұлбосынға деген сезімімді әлі өзімде байыздаған жоқпын. Тек бір ғажайып қуатты күш билеп әкетіп барады. Оқта-текте өз халімді өзім түсінгім келеді. Сіздер 19 ғасырдың аяқ шенінде өмір сүрген француз мүсіншісі Огюст Роденнің Эрмитаждағы мәңгі көктем деген сүйісіп тұрған қыз бен жігіттің мәрмәрден жасалған мүсінін көрген боларсыздар. Онда шебер қыз бен жігіттің ішкі сезімін, жүрек толқынының әр құбылысын тасқа тіл біткізгендей қандай нәзік бере алған. Сүйісіп тұрған екі жастың денелері сондай жеңіл, жұмсақ, тас емес, нағыз тірі жандардың тұлғасындай боп көрінеді. Егер қолыңды тигізіп кермесең, ауа мен сәуледен істелген бе дер едің. Не болмаса, айбарлы бірінші Петрге өлмес ескерткіш етіп, мыс салттыны қалдырған Фалконенің қыз деген мүсінін көріңіздерші. Қыз түніне әйел бейнесі арқылы аллегориялық теңеу беріп, адамның қыз деген түсінігінде ғажайып бір сұлу сезім тудырмай ма? Осының бәрін паш еткен тас мүсін, тас бейне. Сол тас бейнені тірі жанды сөйлетіп тұрған адам. Дарын. Сондай адамның бірі мен емеспін бе? Менде дарын жоқ деп кім айта алады? Бірақ қолыма түскен тасты мен неге сөйлете алмаймын? Әлде менің дарынымның шеберлігімді масайратар кезі туған жоқ па? Мен осы мыстауға келгелі көркем өнерге деген құшағымды жаюдамын. Жан жағыма үңіле қараймын. Көңілімді толқытар, дарыныма қанат бітірер көз іздеймін. Сол көзді тапқандай да боламын. Ол мынау төңірегімдегі адамдар, ғажайып қызық өмір, қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын заман. Мынау өсіп келе жатқан жаңа қала, анау түтіні будақтаған мыс алыбы. Ал енді соларды суретке, не тас мүсінге айналдырсам, күнде көріп жүрген әдеттегі қарапайым бірдемелер болады да шыға келеді. Өз жұмысымнан не шабыт лебізін, не қайғы, не қуаныш сарынын таба алмаймын. Бұл неліктен? Әлде менің дарыным жетпей ме? Әлде айнала қоршаған дүние көңіліме қонбай ма? Жоқ, олай емес. Мен өмірге де, заманыма да ризамын. Ал сонда шын көркем өнер туындысын шығара алмауының себебі неде? Бағана жанымда келе жатқан Ұлбосынға қараған сайын осы себептің кілтін енді тапқан секілдімін. Ол кілт дүниеде, жан жағымдағы өмірден алуан адамдардан алатын әсерім тәрізді. Күнде міне жүздеген адам көрем. Бәріне де доспын, бәрін де ұнатам. Бірақ бәрі де маған бір түстес, бір келкі, қалыптасқан көзқарасыма қоныстаған ізгі адамдар. Ал Ұлбосынға олардан өзгеше, мұның аяқ басысы да өзгелерден басқаша. Мен кейіндеу қалып, Ұлбосынға білдірмей, оның сыртынан да қарағам. Ол маған буалдыр түнде жүзіп бара жатқан аққу тәрізді көрінген. Не, мен сол сәтте оған ақындық теңеу тапқанмын. Ол теңеуім аққу құс. Мен енді Ұлбосынды өзімнің замандастарымды бәрінде де бір ғажайып сұлу ақ құстар деп ойлағам. Сол ойыма өзім қуанғам. Біз екінші қабаттағы үйге кірдік. Әдемі бір бөлмелі үй екен. Асханасы, ваннасы бөлек. Бөлмесін жаңа үлгімен жайнатай жинап қойыпты. Қыз қолымен безендірілген үйдің жайы белгілі ғой. Қағылған суреттерге де, стол үстіне қойылған гүлге де мін таға алмайсың. Чехословакияда жасалған бір бөлмелік әдемі мебель электр сәулесі түсіп жалт-жұлт етеді. Қыздың өзі жататын тақтасына таяу, терезе алдына диван кроват қойылған. Үйге кіргеннен кейін біз ас бөлмеге барып шай іштік. Сұлу қыздың қолынан ішкен шай қандай тәтті. Қара су берсе де маған шәрбаттан кем көрінер емес. Әлсін жұтына беремін. Қызға әлде шайға қызығы отырғанымды өзім де білмеймін. Шай ішіп болғаннан кейін ұйықтайтын бөлмеге қайта кірдік. Сіз ана диван кроватқа жатыңыз, деді Ұлбосын. Сөйтті де өзі шкафтан орамалын алып жуынуға шығып кетті. Тез шешіндім де салулы тұрған төсекке барып жаттым. Бас жағымда тұрған альбомды алып қарай бастадым.
Бұл 62-ші жылы шыққан Эрмитаждағы 15-16 ғасырлар суреттерінің альбомы екен. Орта кезін ашып қалып едім, Рембрандттың Данаясына тап болдым. Оның салған портреттерін көрген сайын мені де бір ғаламат сезім билеп кететін. Ал бұл жолы альбомды жаба қойдым. Өйткені менің дәл қазіргі жағдайымда Данаяны, төсекте жатқан жалаңаш әйелді көру мен үшін тым қауіпті де азап та еді. Дәл осы сәтте үйге ұлбосын кірді. Мен шешініп алғанша, сіз азырақ теріс қарап жата тұрыңызшы, деді ол наздана еркелей, сөйтті де шамды сөндірді. Маған теріс қара оңай болып па? Амал жоқ, бұрылдым. Бірақ сол бұрылған сәтте-ақ жүрегім аласұрып, ойнақши жөнелді. Аяқ жағымда айқара ашылған үлкен терезенің шынысынан ай сәулесі құйыла түскен үй іші самаладай көрініп тұр. Әсіресе ұлбосын айдай айқын. Ол міне енді жаюлы төсегінің үстіне отырды. Жұп-жұмыр аппақ санын жалаңаштап, жоғары қарай белдікше тартылған бірдемесін ағытып, бір шұлығын шешті. Теріс қарап жатқан мені мазақ етіп, жас балаша мәз болып, ту сыртымнан тілін шығарды да, екінші шұлығын шешуге кірісті. Іш көйлегі мықынына дейін сырылып, жұп-жұмыр ақ балтыры мен толық сандарын әдейі мен қызықсын дегендей молынан ашты. Суретші яки мүсіншіге жалаңаш әйел денесін көру таңсық емес. Институтта жүргенде де мұндай жағдайды бастан өткізуге тура келген. Өнерде шындықты бейнелеу үшін сабақ кезінде әдейі шақырылған жас әйел мен сымбатты қыздың жалаңаш денесінің мүсінін мен де сан рет гипстен құйғам. Бірақ қалай екенін қайдам, сол натуршицаларымның дене көркінен қандай сұлу болса да, бірде-бір эстетикалық ләззат алып көрген емеспін. Ал көркем өнерде рухани рахат не эстетикалық қызық тудырмаған көрініс суреткерге шабыт бере алмайды. Ол шабытсыз шын көркем туынды келмейді дүниеге. Көркем өнерге дарын, еңбек жеткіліксіз, оған шабыт керек. Сондықтан да болса керек, мен қандай жоғары баға алсам да, гипстен құйған мүсіндерімнің бірде-бірі өзімді қанағаттандырып көрген емес. Менің жалаңаш қызым Огюст Родденнің мрамордан жасалған ақын мен музасындағы музаны бейнелейтін, жүрекке асқақтаған ақындық сезім тудыратын ғажайып сұлу әйелдің жалаңаш денесін былай қойғанда, Арнстрет Майолдың түрегеліп тұрған әйелінің жалаңаш мүсінінен де қарапайым болып көрінетін. Үлкен мүсіншілер тапқан сызық, поэтикалық сезім туғызатын болмыс, көзді тартып, көңілге қуаныш беретін сұлулық менде болмайтын. Сол сұлулықты таба алмағаныма, сол сұлулықтан өзімді де елең еткізетін, басқаны да қуантатын туынды жасай алмағаныма іштей ыза болатынмын. Сабақ үшін арналып шақырылған қыз келіншектердің мүсінін ойдағыдай сала алмағанымды дарынымның шамалылығынан ау деп күмәндансам да, тегінде суретке түскелі келген әйелдердің дене құрылысы көңілімді оятпайды, эстетикалық сезім бере алмады деп сылтау табатынмын. Егерде шеберлерге кездескен ерекше әйелдер маған да кездессе, мен де өнерімді көрсетер едім деп өзімді өзім жұбататынмын. Ал қазір сол күткен сәт келген секілді. Көркем өнерде ойлаған арманыңа жете алмау, көркем өнерді қорлау. Енді мен сол арманыма жететін тәріздімін. Ойлаған бейнемді көріп, сол бейнені мүсінге айналдыруға мүмкіндік алатыныма көзім жеткендей. Күні бойы билеген жігіттік сезім ығысып, рухани сезімге, эстетикалық қуанышқа, творчестволық арманға жол ұсынды. Ұлбосын енді түрегеліп барып, шкафтан түнде киетін іш көйлегін алып келді. Үстіндегі тойға деп киген капрон іш көйлегін саспай шешіп, жанына қойды да, омырау жапқышын босатып, тағы да маған қарады. Фендардың жалаңаш әйел деген суретін көргендеріңіз бар ма? Сәл қырында отырған жалаңаш ұлбосын сол суреттен аумайды. Сол бір толық сан, сол бір жұмыр нық. Француз суретшісі шеберлікпен бере білген көзінде де аңсатқан, сабырсыздана күткен махаббат оты. Менде әлі де үн жоқ. Демімді шығармай, үн-түнсіз жатырмын. Ойымдағы арманымды, творчестволық арманымды табу үшін әлі де
бірдеме кем секілді. Не жетпейді? Өзім де түсінбеймін. Жоқ, тек адамның қиялы ғана көркем сурет тудыруға тиісті емес. Кейде адамның қиялын көркем суреттің өзі тудыруы керек. Сонда ғана қиял іске асар арманға айналады. Ұлбосынның осы сұлу бейнесінде әлі де болса қиял туғызатын бір көрініс, әлі табылмаған бір сұлу қимыл жетпейтін тәрізді. Сондықтан төзуге тура келеді. Ұлбосын жалт етіп маған тағы көз тастады. Ажарынан әлгінде аңсаған махаббат толқыны ғайып болып, бір қуақы құбылыс пайда болды. Ол түш, үндемей дегендей қолын ерніне апарып, маған бір сыр айтқысы келгендей күлімдей қарады. Дәл осы сәтте оның жүзінде Этен Фалконенің Амур мүсініндегідей бір күнәсіз құбылыс пайда болды. Ұлбосынды 20-дан асып бара жатқан қыз емес, жүрегін әлі еш күйе шалмаған бір пәк нәресте дер едің. Ол өзінің осынау бір ғажайып, бейкүнә отырысымен, мөлдір таза көз қарасымен жүрегіме шоқ түсірді. Енді шыдап жата алмадым, орнымнан қарғып тұрдым. Ұлбосын, айналайын, осы қалпыңнан қозғалмай 5 минут отыршы, дедім асыға, өтінем. Ол ойымды бірден сезгендей, жақсы, деп күлімсіреді. Мен Ұлбосынның бас жағында тұрған торшерді жақтым. Үй іші сәл қызғылт тартып сәуленене қалды. Асыға барып төс қалтамнан сурет қаламымды алдым да, Ұлбосынға қырындай жанымда жатқан альбомды ашып алғашқы бетіне оның суретін сала бастадым. Қыз қыбыр етпестен сол қолын ерніне апарған күйде күлімсіреген қалпында отыр. Тырп етер емес. Маған осы сәтте дүние емес, бір ғажайып сұлу ертегі тәрізді көрінді. Бойымды билеген қуаныш Ұлбосынның көркіне қараған сайын қанаттана түскендей. Қанша мезгіл өткенін білмеймін, әйтеуір сурет ойымдағыдай болып біткенде, деп демімді бірақ алдым. Барлық жан сезімін ақыл ойымның қауыша тебіреніп араласқаным сонша, тау бұзып тас көтеретіндей маңдайымнан қара тер бұршақтап қоя бергенін енді білдім. Енді күйінуге бола ма? Деді қыз маған күлімсірей қарап. Көзіне көзім түсіп кетіп еді, көзі тостағанға құйылған судай мөлдіреп қалыпты. Жоқ, өзім киіндірейін. Жанына қалай барғанымды да білмеймін. Адам өмірінде мұндай сәттері болады ғой. Тек құшағымдағы Ұлбосынның «О, жантас, жаным жантас» деп күбірлегенін ғана әзер естимін. Күйіп бара жатырмын ба, жанып бара жатырмын ба, түсінбеймін. Құлан иектеніп таң атып келеді. Ұлбосын екеуміз қатар жатырмыз. Шалғай сапарда жаяу жүріп шаршаған адамдаймыз. Бірақ көңіл бір арманға жеткендей. Ұйықтайтын түріміз жоқ. Мен бір мезет қолымды созып, пиджагымның қалтасынан шылымымды алдым. Тартайын деп басымды көтергенде, бағанағы аяқ жағымдағы ашық терезе шынысынан диван кроватьта өзім жатқан жерді көрдім. Ұлбосын мен теріс қарап жатсам да, оның өзін шыныдан көретінімді білетінін жаңа түсіндім. Бірақ мен оған ренжіген жоқпын. Қыздың осы бір табиғи тілектен туған пәк қулығын да кешірдім. Өйткені бұл менің ең алғашқы көрген қызығым еді. Мұндай қызық үшін нені болса да кешіруге болады. Қазір менен бай, менен кең адам табыла қояр ма екен? Бүкіл әлем, осы жатқан үйім, бәрі де маған жұмақтан кем емес. Ал жанымда жатқан Ұлбосын сол жұмақтан түскен хор қызы іспеттес. Дәл осы мезетте маған одан артық жан жоқ мәнжелдес. Мен оның жаратылысын, күлген күлкісін, сөйлеген сөзін, асқан сұлу, кербес қимылдарын да жақсы көремін. Тіпті Ұлбосын деген аты да жаныма жақын. Жантас, деді Ұлбосын темекі тартып болып, қайтадан жанына жатқанымда, жұмсақ сүйріктей саусақтарымен бетімнен сипап, құшағыма кіре түсіп, сен мені жек көріп қалған жоқсың ба? Неге? Қайдан білейін?
көйлегін өзі шешті деп жаман ойлап қалып жүрмесең. Көйлегіңді қайтадан мен кигіздім ғой. Мен кием деп таластым ба? Ұлбосын сылқ-сылқ күлді, сөйтті де баяу күрсінді. Жігіт түймесін таба алмай сипалап жатқанда, мен өзім дейтін қыздардың қатарына қоспасаң болғаны. Өзімнен кіші Базаргүл, не, өзің де түсінесің ғой. Мен де тірі жанмын, шыдай алмадым. Жастық жалын баурап кетті. Ол енді ыстық демімен бетімді күйдіре сыбырлады. Ал сен маған бір көргеннен ұнадың. Оны мен тойда байқамадым ғой. Шерубай отырған соң әдейі аңғартпадым. Түсінбедім. Иә, түсіну оңай емес. Ұлбосын мені құшақтай жатып сырын айтты. Адам баласының өткен өмірі бір түс емес, қуанышты да, қорқынышты да, қайғылы шақтары да болады. Түс кейде қайта оралады, ал өмір қайта соқпайды. Оның қуанышы да, қайғысы да өткен күннің ауқымымен бірге кетеді. Соңы қуаныш, жаңа қайғы, жаңа өмірге із салады. Ұлбосының өткен өмірі де түс тәрізді, ауыр да, қуанышты да болған екен. Енді жаңа өмір бастамақ. Сонда жаңа өмірді қалай бастамақсың? Дедім сырын айтып болғаннан кейін. Өзім де білмеймін. Енді кім біледі? Қойған сауалым жеңіл тимеген тәрізді. Өйткені оның шағын өмірінің шырғалаңды өткенін түсініп жатырмын. Ұлбосын лауазымы жоғары адамның жалғыз қызы болады. Орта мектепті бітіріп, бұдан 7 жыл бұрын медицина институтына түседі. Бірінші курста оқып жүргенде, әзір ақыл тоқтатпаған, жел өкпелеу сұлу қыз, жасы 40-тан асқан хирургиялық шеберлігімен жұрт аузына іліне бастаған профессор Шерубаймен көңіл қосады. Сайып келгенде Шерубай алмақ болады. Қыз у-шусыз қатынаста жүруді жөн көреді. Сөйтіп ырың-жырың болып жүргендерінде Ұлбосын 2 қабат болып қалады. Әке-шешеден бірге оқу жүрген құрбы құрдастарынан ұялған Ұлбосын бір күні түнде ешкімге де айтпастан Қарағандыда жұмыс істеп жүрген нағашы апасына тартып отырады. Онда барған соң жасырын жолмен ішіндегі баласын алдырып тастайды. Бұрын ерке өскен шолжың қыз басына таяқ тигеннен кейін оқыс өзгереді. Оқуынан қалдырған, өзін қор еткен Шерубайға енді жуығысы келмейді. Өз бетінше, өз еңбегімен өмір сүргісі келген ол ақырында осы Мыстау қаласына келеді. Алдыменен телефоншы болып жұмыс істеп, кейінгі 2 жылда сән ательесіне кіреді. Шерубай әлденеше рет хат жазады. Көңілі суыған Ұлбосын оған жауап бермейді. Сөйтіп жүргенде, бұрынғы әйелі өлген Шерубай былтыр Ұлбосын жұмыс істеп жүрген Мыстауға ауысады. Уәдемді берік ұстап, әдейі сен деп келдім. Енді қосылайық дейді. Ұлбосын бірден жауап бере қоймайды. Мыстаудағы тәуірмен деген жігіттердің көздеріне түсіп жүрген ажарлы қыз енді Шерубайды елемеген болады. Бірақ кет әрі демей келешегін ойлайды. Осындай шытырманда жүргенде қапелімде мен тап болып Ұлбосын осынау тәтті түнге бел буады. Әлгінде қойған сұрағыма ол қысыла жауап қайтарды. Қысылғандығы сонша, тіпті дауысы дірілдеп шықты. Менің шешімім енді сенің жауабыңа байланысты. Қандай жауабыма? Ұлбосын үн-түнсіз ұзақ жатты да, әлден уақытта барып, мен саған ұнамадым ба? Деп дауысы бұрынғысынан да қобалжи шығып. Бұрын көңіл ашып, сырласпаған, әлде қалай кездейсоқ ұшырасқан адамына алғашқы түн-ақ бар өмір баянын, жүрек құпиясын Ұлбосын бірден ақтара бастағаннан-ақ, бұнысы несі деп таңғалып жатқанмын. Бір сәт Ұлбосынның бұл қылығын оның ашық, ақ жарқын, адамға сенгіш мінезінен шығар деп те ойлағанмын. Әлде шын сырын айтып мені өзінен үркітпек пе? Бүгінгі түсіміз әлде қалай толқып кеткен жастық әсерінен туған түн. Менің жолым сенен бөлек дегенді міне жат еткісі келе ме деп те шүбәланған жоқпын. Жоқ, бұның екеуі де болмай шықты. Ұлбосын бар сырын айтса, бар күнәсін алдыма жайып салғанда, ойы анағұрлым тұңғиықта жатыр екен. Жақсылығым да, осалдығым да осы.
ендігісін өзің шеш, деп жай ғана құшағын емес, бар жүрек сырын алдыма жайып салған екен. Сонда бұл не, махаббат па, әлде мен түсінбейтін басқа бір жұмсақ сезім бе? Махаббат дейік. Ал сонда ол осылай оп-оңай бір көргеннен пайда бола қалғаны ма? Пайда болса несі бар? Еңлік пен кебектің де махаббаты бір түннің ішінде тумай ма? Туады делік. Олай болған күнде сенің өз жүрегің қалай соғады? Сен де бірден ұлбосын тоқтаған шешімді тілейсің бе? Қапелімде қойылған сұраққа жауап қайтара қою маған да жеңіл тиген жоқ. Енді мен қысылдым. Қысылғандығым сонша, не дерімді білмей үн-түнсіз жата бердім. Жағдайымды ұққан ұлбосын: «Мені дұрыс түсінбедің ғой», деді мені бауырына тартып құшақтай түсіп. «Бірден жауап берме алмағаныңнан қысылып қалғаныңды түсіндім. Қысылмай-ақ қой. Мен өз күнімді өзім көре алатын адаммын. Тек қуанышымды бірден үзбесең болады». Қалжырап барып, қатты ұйықтап кеткен екем. Көзімді ашсам, күн түске таяп қалыпты. Ұйқым да қанған тәрізді. Жанымда ұлбосын жатыр. Денесі кеудесіне дейін ашық. Ашылған ақ балық тәрізді. Ұйқысы қандай әдемі еді. Қою қара шашы ақ жастыққа төгіліп, сүйкімді ерні, оймақтай аузы сәл ашылып ақырын тыныстайды. Кенет қызығып кеттім. Бас салы, қысып сүйгім келді. Дегенмен ұйықтасыншы деген тілек басым болып оятпадым. Жайлап тұрдым да, киініп, аяғымды үшінен басып, үйден шығып кеттім. Бір көше мұғдары өткеннен кейін барып, түндегі салған суретім есіме түсіп кетіп, кейін бұрылдым. Дәл осы кезде ұлбосынның үйіне кіріп бара жатқан Шерубайды көрдім. Мен онымен дәл қазір ұшырасқым келген жоқ. Жарайды, суретті кейін алармын деп кете бардым. Адам баласы қызық қой, әлде мен солаймын ба? Өз қайғымнан гөрі өзгенің қайғысын көбірек ойлаймын. Біреудің жылағанын, не оның ренжігенін көрсем, со күні менің де берекем кетеді. Қолымнан келер жәрдемім болмаса да, әлгі адамның қайғылы халі ойымнан шықпай қояды. Әлгінде ұлбосынның үйіне беттеген Шерубай ту сыртынан маған да дәл осы бір түннің ішінде жасып жүдей қалғандай көрінді. Аяғын сылбыр басып, кешегіден гөрі бүкірейе түскендей. Соншама бұған не болды екен? Әрине, ұлбосын екеуміздің түндегі қылығымызды білген болса, мен мұндай сұрақ бермеген болар едім. Егер Шерубай ұлбосынды шын жақсы көріп кететін болса, біздің түндегі қызығымыз дәл ол көңілденетін қылық емес. Бірақ ол қайдан біледі? Сонда менің бүгінгі түнгі өз қылығым жөн бе? Егер Шерубай ұлбосынды шын жақсы көрер болса, қалай болғаны? Мен кездеспесем, ұлбосын екеуінің арасы қалай шешілер еді? Жаңадан құрылғалы тұрған ұяны бұзған жоқпын ба? Ұлбосын ақылға, зердеге салып, түндегі екеуміздің сөзімізден кейін Шерубаймен ортақ тілді тапқан шығар. Олай болған күнде мен ұлбосынның маңайынан жүрмеймін. Қуанышымды бірден үзбе деген өтінішін орындамаймын. Шерубайға жасаған осы қиянатым жетеді. Екінші қиянатқа бара алмаймын. Осындай тоқтамға келсем де, ұлбосынды көргенше шыдай алар емеспін. Шынымен-ақ ғашық болып қалғанмын ба? Солай секілді. Махаббат деген осындай шыдамсыз болады деуші еді ғой. Маған да жеткен екен сол бір абзал күш. Жетсін. Мен оған өкінбеймін. Ұлбосындай сүйген жарым болса, менен бақытты адам бар ма? Ойлашы, рас мен бақыттымын ба? Ендеше түнде ұлбосын құшағында жатқанда осы сөздерді неге айтпадым? Ал қазір көзіңнен таса болып еді, шын ғашықтай өліп барасың. Сенің мұның тек өткінші қызу емес пе? Мені қандай күш билеп бара жатқанын білмеймін. Әйтеуір ұлбосынды көруге құмармын. Тағы да оны құшақтағым келеді. Шыдамсыз жүректің мауқын басқым келеді. Сайып келгенде, ұмыт қалған альбомдағы суретті сылтау етіп, күн бата ұлбосынның үйіне қайта бардым. Ол мені күтіп отыр екен. Құшағын жая қарсы алды. Жаңбыр артынан құлпырған гүлдей, тіпті әдеміленіп кетіпті. Жайраң-жайраң етеді. Келетініңді біліп едім.
деді ол менің екі қолымнан бірдей ұстап, жас балаша қуанып. Қайдан білдің? Келгің келмейтін де уақытың болады. Ал қазір ол сылқ-сылқ күлді. Бұндай сезім маған аян. Шерубаймен алғашқы кездескен айымда. Ұлбосынның бетіне қарадым. Ол менің үнсіз сұрағымды бірден түсінді. Шерубай екеуміздің арамызда ат құйрығы біржолата кесілді. Ол түнгі оқиғаның бәріне де қанық. Өзің айттың ба? Ұлбосын тағы сылқ-сылқ күлді. Өзіңе сырымды айтқан соң, жұрттың бәріне де солай екен деп ойлайсың ба? Жоқ, жантасжан. Әйел сыры құлыптаулы сандық, көрінгенге ашыла бермейді. Кілті табылғанда ғана ашылады. Қалайша? Қатты ұйықтап қалған екем. Ұзақ дызылдаған есік қоңырауынан әзер ояндым. Басымды көтерсем, сен жоқсың. Барып есік ашсам, Шерубай екен. Үйге кірді. Ең алдымен көзге түскені төсегімнің жанында жатқан сенің папиростарыңның қалдықтары болды. Менің шылым тартпайтынымды біледі. Я, сосын? Ұлбосын Шерубайдан бір өшін алғандай иждихаттана күлімсіреп. Бұл кімдікі деді. Мен сенің атыңды айттым. Бор-боз болып кетті. Бұнда ол қайдан келіп жүр? Деді. Түнде шығарып салып келген, азырақ отырып қайтып кеткен дедім. Одан артық бірдеме деуге аядым. Жазығы жақсы көргені ме? Орынсыз өкпелемесін дедім. Ол сенерін де, сенбесін де, білмей бөлмені кезіп жүре бастады. Кенет терезе алдында жатқан ашық альбомды көріп тоқтап қалды. Менің суретімді тамаша етіп салған екенсің. Ұлбосын тағы да қуана күлді. Оңаша болған соң, тіпті ұялу дегенді ұмытып кетіпсің. Біреу үстіме суық су төгіп жібергендей, бойым мұздап кетті. Көркем өнер ғой, дедім міңгірлеп. Не дерімді білмей, мен сол сурет үшін келіп едім. Ұлбосын есіктің қаға берісіндегі қағаз салатын корзинканы көрсетті. Әне жатыр салғаның. Шерубай үн-түнсіз суретке қарап аз кем тұрды. Азырақ отырып кеткен ақ екен, деді де салғаныңды быт-шыт етіп жыртты да үйден ата жөнелді. Содан қайты оралған жоқ. Көптен күткен арманым орындалып, ойдағыдай етіп салған этюдымның мұндай күйге ұшырағанына ішім удай ашып кетсе де, тағы да не дерімді білмей, япырмай, ұят болған екен, деп міңгірледім. Кімнен? Шерубайдан ба? Көңілін қалай суытудың әдісін таба алмай жүредім. Сәті түсе қалды, деді Ұлбосын қабағын сәл шытып. Мейлі, өкінбеймін. Қыздың профессордан әбден суығанына көзім жетті. Көңілім арнасына түсейін деді. Екеуміз енді қатар отырдық. Ұлбосынның қолын ұстап, сәл қыстым. Суреттің жазығы жоқ еді ғой, бекер жыртқыздың. Мен оны қайтадан ондай етіп сала аламын ба? Ұлбосын кенет жүдей қалды. Екінші рет мен де сенің алдыңда сондай боп отыра алмаймын ғой. Неге? Білмейсің бе? Ұлбосын қызарып төмен қарады. Өткен түнгі қылығымнан өзім де жерге кірердей болып отырмын. Шын махаббат ұялтпай қоймайды екен. Мен Ұлбосын өзімді адал ниетімен жақсы көретініне сене бастадым. Енді оны құшағыма өзім тартып, діріл қаққан ыстық ернінен ұзақ сүйдім.